Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Біз алдыңғы видеомызда қарастырған дәрісімізді одан әрі қарай жалғастырамыз. Жалпы қазіргі жоғары білім жүйесі қоғам дамуының стратегиялық бөлігі ретінде оқу сапасын үнемі жетілдіруді талап етеді. Университеттің білім беру миссиясы тек оқу бағдарламаларын жүзеге асырумен шектелмейді. Ол еңбек нарығына бейімделген, академиялық адалдықты сақтайтын, ақпараттық технологиялармен жұмыс істеуге қабілетті, білікті маман даярлауды көздейді. Осыған байланысты білім сапасын бақылау, мониторинг жүргізу, оқу нәтижелерін бағалау университет қызметінің негізгі бөліктеріне айналды. Соңғы жылдары білім беру саласында жасанды интеллектке негізделген бақылау жүйелері кеңінен қолданыла бастады. Жасанды интеллект құралдары бағалауды автоматтандырып қана қоймай, оқу процесінің кемшіліктерін анықтайды. Студенттің оқу траекториясын талдайды және оқытушыға нақты ұсыныстар береді. Сонымен бірге кредиттік жүйедегі бағалау критерийлерін жетілдіру, студенттің жеке қабілетін ескеру, әділ бағалау мен сапалы кері байланыс беру үшін маңызды. Жалпы жоғары оқу орындарындағы оқу сапасын қамтамасыз ету және бақылау. Жоғары оқу орындарындағы білім сапасы оқу нәтижелерінің өзектілігін, оқу бағдарламаларының тиімділігін және оқыту әдістерінің заман талабына сәйкестігін көрсететін негізгі көрсеткіш. Оқу сапасы жоғары болған жағдайда университет бәсекеге қабілетті болады. Түлектер еңбек нарығына сенімді шығады. Ал академиялық ортада даму мен инновацияға жағдай жасалады. Оқу сапасын бақылау жүйесі студенттің білім деңгейін бағалау ғана емес, оқу процесінің барлық компоненттерін, материалдық базаны, оқытушының әдістемелік дайындығын, оқу бағдарламасының мазмұнын, академиялық саясаттың сақталуын жан-жақты қадағалайды. Слайдта көрсетілгендей, білім сапасын қамтамасыз ету бірнеше деңгейден тұрады. Ең біріншісі ішкі сапаны қамтамасыз ету жүйесі. Бұл жүйе университеттердің ішкі саясатымен, стандарттарымен және де академиялық ортасымен үйлеседі. Оған кіреді білім беру бағдарламаларын жүйелі жаңарту, оқытушы қызметінің сапасын бағалау, студенттердің оқу жетістіктерін қадағалау және де академиялық адалдықты сақтау механизмдері. Келесі бізде сыртқы бағалау жүйесі, бұл аккредиттеу, аудит, мониторинг секілді тәуелсіз жүйелер арқылы жүргізілетін бағалау. Сыртқы бағалау жоғары оқу орындары қызметінің ұлттық немесе халықаралық стандарттарға сәйкестігін дәлелдейді. Оқытушылардың кәсіби көрсеткіштері, яғни оқытушы білім сапасының негізгі факторы. Оқытушының кәсіби дамуы, ғылыми жетістіктері, оқыту әдістерін қолдануы оқу процесінің тиімділігін айқындайды. Студент оқу нәтижелерін жүйелі бақылау, студенттің үлгерімі, қатысуы, белсенділігі, оқу нәтижелері сапаны бақылаудың негізгі элементі болып табылады. Келесі бізде білім сапасын бақылаудың негізгі компоненттері. Оқу сапасы келесі бағыттар бойынша талданады. Оқу бағдарламасының өзектілігі және де оқыту әдістерінің тиімділігі. Сонымен қатар мониторинг және деректерге негізделген басқару. Қазіргі таңда оқу сапасын бақылау тек құжаттық тексеріспен шектелмейді. Ол тұрақты мониторинг жүйесіне көшті. Мониторинг мыналарды қамтиды: студент үлгерімі, сабаққа қатысу статистикасы, пәндердің жүктемесі және де оқу материалдарының тиімділігі. Бұл көрсеткіштерге жасанды интеллектпен талдау жасау басқаруды дәлелді етеді. Жасанды интеллект деректерді жылдам өңдеп, оқу процесінің әлсіз тұстарын көрсетіп, оқыту сапасын арттыруға бағытталған ұсынымдар береді. Келесі слайдымызға көшетін болсақ, бұл жерде бізде жасанды интеллект көмегімен оқу нәтижелерін бағалау әдістері көрсетілген. Ең біріншісі автоматты тестілеу және жауаптарды талдау. Жасанды интеллект тест тапсырмаларын автоматты түрде тексеріп қана қоймай, жалпы оқу динамикасында талдайды. Жасанды интеллект арқылы дұрыс-бұрыс жауаптар анықталады. Жиі қате жіберілген сұрақтар бөлінеді. Сұрақтардың күрделілік деңгейі сарапталады. Студентке нақты әрі жекелендірілген кері байланыс беріледі. Бұл бағалау процесін жеделдетіп, оның әділдігін қамтамасыз етеді. Екіншісі бізде портфолионы автоматты талдау. Студент портфолиосы арқылы оның кәсіби деңгейі мен дағдылары бағаланады. Жасанды интеллект портфолио деректерін жүйелеп, студенттің дағды картасын жасайды
кәсіби дамуын талдайды, мамандыққа сәйкестігін анықтайды. Бұл студенттің жеке траекториясын құруда аса құнды дерек көзіне айналады. Келесі бізде ашық форматтағы тапсырмаларды бағалау. Эссе, ғылыми талдау, жобалар сияқты күрделі тапсырмаларды бағалау барысында жасанды интеллект келесі көрсеткіштерді талдайды. Мазмұн сапасы мен логикалық құрылым, ғылыми стильдің сақталуы, шығыс дерек көздерінің дұрыстығы және де плагиат көрсеткіші. Төртіншісі бізде интеллектуалды бағалау панелі. Жасанды интеллект бағалау нәтижелерін оқытушыға көрнекі форматта ұсынады. Яғни студенттің әлсіз тұстары, пән бойынша орташа балл, меңгерілу көрсеткіші және де емтихан нәтижелерінің болжамы. Бұл оқытушыға оқытуды жедел түзетуге мүмкіндік береді. Және де соңғысы бізде адалдықты автоматты бақылау. Жасанды интеллект плагиат анықтайды. Бүгде көмекті ажыратады. Онлайн емтихандарда тәртіп бұзуды бақылайды. Яғни плагиат детекторлары, прокторинг жүйелері. Бұлар объективті және әділ бағалаудың кепілі болып табылады. Келесі бізде кредиттік технологиядағы бағалау критерияларын жетілдіру. Бағалау критерияларының сапасын арттыру. Жасанды интеллект бағалау критерияларының логикалық сәйкестігін, өлшенетіндігін және әділдігін тексере алады. Бұл бағалау жүйесін нақты әрі тұжырымды етеді. Қалыптастырушы бағалауды автоматтандыру. Кредиттік технологияда қалыптастырушы бағалау маңызды рөл атқарады. Жасанды интеллект мини-тесттер, онлайн тапсырмалар, топтық жобалар бойынша студентке жедел кері байланыс береді. Және де кешенді бағалау модельдерін енгізу. Жасанды интеллект күрделі бағалау түрлерін жеңіл жүзеге асырады. Бейімделген тесттер, дағдыға бағытталған бағалау, эмоциялық әлеуметтік көрсеткіштерді талдау және де топтық жұмыс динамикасы. Бұл студенттің нақты білім деңгейін терең түсінуге мүмкіндік береді. Төртіншісі бізде бағалаудағы субъективтілікті төмендету. Жасанды интеллект эмоцияға тәуелді болмайды. Жеке көзқарастан ада. Барлық студентті әділ бағалайды. Бұл оқу процесінде сенімділік пен академиялық адалдықты нығайтады. Әр студент үшін жеке бағалау картасын құру. Жасанды интеллект студенттің оқу белсенділігін, тапсырмаларды орындау қарқынын, білім деңгейін талдай отырып, жеке бағалау картасын жасайды. Бұл оқу траекториясын басқарудың тиімді құралы. Жоғары оқу орнындағы оқу сапасын қамтамасыз ету университеттердің стратегиялық дамуының негізгі. Білім сапасын үнемі бақылау, мониторинг жүргізу және оқу нәтижелерін объективті бағалау университеттің академиялық беделін арттырады. Қорытындылай келе, жасанды интеллект бағалау жүйесін автоматтандырып қана қоймай, оқу процесін терең талдауды, нәтижені дәл бағалауды және студенттің оқудағы қиындықтарын алдын ала анықтауды қамтамасыз етеді. Кредиттік технологиядағы бағалау критерияларын жетілдіру арқылы университет студенттің жеке қабілетін ескеретін, әділ, ашық әрі тиімді бағалау ортасын қалыптастырады. Жасанды интеллект интеграциясы осы жүйенің басты элементіне айналып, білім сапасын арттыруға нақты үлес қосады. Назарларыңызға рахмет. Дәрісіміздің жалғасын ары қарай келесі видеомыздан көре аласыздар.